Сәлем достар, менің атым Жак, және бүгін біз Форекстегі ең күшті құралдардың бірі трендтік сызықтарды талдаймыз. Бұл қорап сізге күніне 50, 100, 200 доллар табуға көмектеседі. Трендтік сызықтар нарықты талдауының қарапайым әрі тиімді әдісі. Мұны үйрену үшін терең кәсіби дағдылары қажет емес, әркім үйрене алады. Ең алдымен олардың мәнін түсінейік, сосын графикке өтіп, қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Форекс нарығы кездейсоқ бағаның секіреу емес, миллиондаған трейдерлердің әрекетінің көрінісі. Баға трендтер бойынша қозғалады, жоғары төмен немесе бүйірге. Графикте әрдайым негізгі деңгейлері бар. Онда баға әрекет етеді, тоқтайды, кері оралады, немесе деңгейде бұзып әрі қарай ұшады. Неліктен солай болады? Себебі осы деңгейлерде ірі ойыншылар, банктер, инвесторлар шешім қабылдайды. Сатып алу, сату немесе пайданы бекіту. Біз, бөлшек трейдерлер, осы деңгейлерді пайдаланып, мәміле ашу нүктелерін таба аламыз. Трендтік сызықтар осы деңгейлер мен трендтерді визуалды түрде көрсетуге көмектеседі. Бұл қарапайым сызықтар, оларды графиктегі маңызды нүктелер, бағаның максимум немесе минимумдары арқылы қосамыз. Олар нарықтың қайда тұратынын, қай жерде қарсылық бар, екінен және қай жерде кері оралуы мүмкін екіне көрсетеді. Бұл ақпарат арқылы біз жоғары ықтималдағы бар мәміле жасай аламыз. Стоп-лосс пен тейк профитті қойып, тәуекелде азайтып, пайданы көбейте аламыз. Бүгін сіздер үйренесіздер трендтік сызықтарды қалай дұрыс салу керегінен, қай деңгейлер күшті екінен және бағаның қай жерде әрекет етінен анықтау. Бұл ақпаратты табысты мәмілелер жасау үшін қалай қолдану. Мұқият қараңыздар, лайк басыңыздар және каналға жазылыңыздар. Трендті үйреніп, табыс табуды бастау үшін. Енді графикке өтіп, мәміле нүктелерін қалай табатынымды көрсетемін. Бұл бейнеде біз сызықтарды қалай саудалау керектігін қарастырамыз. Трендтер, оларды іздеңіз және сауда-саттыққа кіріңіз. Мысалы, 15 минуттық таймфреймде алтын активті алайық, уақыт шеңберінде тренд сызықтарын қалай салу керектігін түсіну үшін қараңыз достар. Алдымен біз трендіміздің қандай екінен анықтауымыз керек. Көтерілу немесе кему. Бұл диапазонда біз мұны көреміз. Біз бағаның көтерілуін бастан кешіріп жатырмыз. Біз тренд сызығын аламыз, оны екі бойына созамыз. Бұл тренд сызығын анықтаудың негізгі параметрлері. Бұл осы белгіге бірінші тұрту, ал екіншісі біз бұл белгіге қол жеткіздік. Үшінші түртіде біз саудаға кірісеміз, біз торды аламыз, оны үшінші түртіден бастап созамыз, тоқтамаймыз. Біз тренд сызығының екінші жанасуының ставка жасаймыз. Ең жақын қырысты белгіленіз және белгіленіз. Біздің ең жақын пайдамыз осында болады. Аймақ ал келесі алып, пайда біздікі болады. Осы биіктеу. Бұл жағдайда біз іс жүзінде болатын мәміле бар. 4-1, яғни 1% тәуекелге бару, біз шамамен 4% таба аламыз. Тағы бірнеше мысалды қарастырайық. Бұл жерде бізде төмендеу бар делік, осы диапазондағы баға. Оны қалай пайдалана аламыз? Біз тренд сызығын аламыз, оны екі бойына созамыз. Бізге бірінші жанасу бұл жерде тренд сызығы болады. Тренд сызығының екінші реттеуі осында болды. Үшіншіге тегінен кейін саудамызға кірісеміз. Біз аялдаманы сызықты бұнаған ең жақын биіктінің артына орнаттық. Сол үшін осы белгідегі тренд. Және біз тек пайдамызды көрсетеміз. Біз бірінші пайда жолын орнаттық. Бізде осы аймақта көрсетуге болатын ең жақына бар. Біз сондай-ақ келесі кіріс жолын осы төмен деңгейге орнаттық. Қараңыз, біз осы графиктен көреміз. Осылайша мәміле 1-ден 3-ке дейін. Бұдан кейін біз төмендеу үрдісінің жалғасын көріп отырмыз. Оны қалай біз саудалаймыз? Біз тренд сызығын алып, оны екі белгі бойымен сызамыз. Сосын біз осыған байланысты бізде де солай болды. Бұл диапазонда жанасу болды. Біз торымызды аламыз, үшінші түртіден біз көреміз. Сол позицияға біз тренд сызығын екінші рет түрткенен кейін аялдаманы орнаттық. Және біз тек пайдамызды көрсетеміз. Біз бұл жерде бірінші пайда жолын белгілей аламыз. Келесі пайда жолы осында орнатылған белгілеу. Ал түпкілікті кіріс жолы қазірдің өзінде алыс. Осы деңгейде депозитке жақсы пайыз.
ендеше бізде примерно 1 семей болады. Тағы бірнеше мысалды қарастырайық. Енді тренд сызығын саудалауының мысалын қарастырайық. Оның бұзылуы айталық, бұл жерде біз үшін өсіпке келе жатқан бағаны көреміз. Осы белгіде бірінші тұрты бар, екінші тұрты бар. Біздің құрылым өркендеп келеді. Бірақ біз тренд сызығын бұзып, оның астында тейк аламыз. Және бұл мәміле біздің қысқаша басталады. Мұны диаграмда қалай қолдануға болады? Біз тренд сызығын қайта тексерге кейін аламыз. Яғни біз осы шамның астында өзімізді бекітіп, тренд сызығы. Міне біз оны сынаймыз. Біз мәмілене оны сынауына енгіземіз, тоқтатамыз ең жақын биіктік үшін. Ал біз өз табысымды таратамыз. Біз мұнда бірінші пайда жолын орнаттық. Біз осы баға белгісі бойынша екінші пайда жолын орнаттық. Ал түпкілікті пайда өзі осында. Ендеше бізде 1-2 болады. Тренд сызығының үзілістерінің тағы бірнеше мысалдарын қарастырайық, достар. Мұнда төмендеген бағаны көреміз. Біз тренд сызығының екі түрі бар. Мысалы, бұл белгіде бізде сызықтың үзілеу бар. Ал келесі шам біздің тренд сызығымыздың тексереді. Және біз мұны пайдалана аламыз. Сынақтан орын алу, біз ең жақын төменгі нүктенің артына аялдама орнаттық. Осы аймақта біз тейк түскен пайданы таратамыз. Осын бізде ең жақын нәрсе бұл табыс жолы. Біз келесі кіріс жолын осы жоғары деңгейде қойдық. Ал біз түпкілікті пайданы сәл жоғары қоямыз. Осы биікте. Сонымен мәміле тағы да 1-2, яғни көріп отырғаныңыздай әбден сіз жиі тренд сызығы бойынша сауда жасай аласыз, егер оны дұрыс табып білу. Тренд сызығының тағы бір мысалы қарастырайық. Осы диапазоннан деректерді аламыз. Мұнда да төменде үрдісін байқаймыз. Біз екі түрту арқылы тренд сызығымызды таламыз. Мұнда біз тренд сызығының тиіп тұрғанын көреміз екі нүктеде. Біз қысқа позициямызды алып, оны осында ашамыз. Тренд сызығынан төмен диапазонға оралғанда біз ең жақын минимумның артына аялдама қойды. Тренд сызығының сынап көрді және біздің кейінгі пайдамызды белгіледі. Келесі пайда жолын осы баға бойынша орнатуға болады белгілеу. Ал соңғы пайда тек әдеттегідей көп. Алыстағы нысандар осы белгіде. Бұл жағдайда бізде іс жүзінде болатын мәміле бар. 1-10-нан. Енді сіздер трендтік сызықтарды қолдана отырып, нарықты талдап, табысты мәміле табуды білесіздер. Бұл қарапайым, бірақ өте күшті құрал. Ол сізге бағаның қай бағытқа қозғалатынын көруге және сенімді түрде мәміле ашуға мүмкіндік береді. Негізгі ереже тәжірибе жасау, график алаңыз, сызық салыңыз, өз депозитіңізді сынап көріңіз және қағидаларыңызды жетілдірдіңіз. Есіңізде болсып, тәртіп пен риск менеджмент трейдингті табыстың 80%. Егер сіз дәл қазір трейдингтің тұрақты, қауіпсіз табыс тапқыңыз келсе, дайын шешім бар. Тегін клуб, дайын мәмілермен. Өз мәмілерімді 70-80% верекпен бөлесемін. Сізге тек нұсқаулық бойынша қайталау қажет. Тіпті жаңадан бастаған болсаңыз, оңай жасай аласыз. Күніне дайын мәмілерді толық сүйемелдеу арқылы бөлесемін. Орташа 500 депозитпен қалыпты тәуекел сақтаңыз, айына 50-70-100% пайда жасауға болады. Бұл біздің қатысушылардың нақты нәтижелерімен расталған. Экранда көріп отырсыздар. Клубқа қосылып дайын мәмілерін бойынша трейдингтің табыс табудың ертеңнен бастағыңыз келсе, сипаттамадағы сілтемеге бойынша жазыңыз. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және келесі видеоларда кездесеміз. До встречи.